Бүгін 7-сінен 8-іне қараған түнде Миғраж түні. Өздеріңіз білесіздер, Миғраж түні 5 уақыт намаз парыз етілді. Және де Миғраж түні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға көптеген жақсылықтар түсті. Сол себепті бүгін Миғраж түні көптеп зікір тартып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтып, әрі тахаджуд намазын оқып, еліміз үшін, жеріміз үшін, өзіміз үшін дұға жасауды ұмытпайық. Осы видеоны жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алла тағала сауаптан жазсын.